Кайырлы күн, каалайсыздар? Бүгүн биз өтө дәмдүү болуп чыгатын чечевица суп дайындайтын боламыз. Түсү өтө канык, сондай әдемі болуп чыгады. Алдымен видеомду көрмөс бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазууларыңызды өтінемін. Егерде видеом ұнаса, міндетті түрде жасап көріңіздер, және де комментарийға қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Бізге қажетті заттар 1 дана сәбіз және де 1 дана пияз, томат пастасы, сұйық май, лимон, чечевица және де кирешке. Мен кирешкенің дайын түрін алдым. Егерде сіздер өздеріңіз үйден багеттен жасауларыңызға болады. Мына жерде морковты осылай сопақтыша етіп турап алдым. Енді пиязымызды кубиктап осылай турап алатын боламыз. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып, пиязымызды салып, 1-2 минуттай қуырып алатын боламыз. Кейін үстіне сәбізімізді салып, тағы да 1-2 минуттай қуырып, үстіне томат пастасын салатын боламыз. Енді біз осылардың үстіне жақсылап жуылған чечевицамызды салып, 1-2 минуттай қуырып алатын боламыз. Және де үстіне қайнап тұрған ыссы суды құйып, жақсылап пісіріп алатын боламыз. Айтпақшы, айта кететін жай, бұл тек 2 адамға арналған порция. Төменге описанияға жазып кететін боламыз, соны көбейтіп істесеңіздер болады. Үстіне қайнаған ыссы суымызды құйғаннан кейін тұзымызды және де дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырып, бетін жауып қайнатып алатын боламыз. Бұл 5-10 минутта қайнап болады, піседі толықтай. Мінеке бізде пісіп шықты, осындай болып шығады. Енді біз осыны блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Блендерімні дәл осындай насадкасы жасамай қалғандықтан мен осындай түрін қолдандым. Бұл бірақ 2-3-ке бөліп езіп алдым. Мінеке бізде сорпамыз дайын, осындай сұйық болып шығады. Түсі де, дәмі де өте керемет болып шықты. Енді біз лимонымызды осылай 3 бұрыштап турап алатын боламыз. Лимонның сығындысын қоссаңыздар, дәмі өте ерекше болып шығады. Бір ерекше кислый дәм беріп тұрады. Мінеке біздің сорпамыз өте әдемі, цветі сондай қанық, күшті болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, және де комментарияға қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Келесі видеода қандай тамақ түрін жасайын, соны да жаза кетіңіздер. Сіздерге ас болсын.